Қалай екен? Күшті. Керемет мықты дәрежесі ерекше. Біздің таңдауымызда не болмаған шығар әйтеуір. Негізі еңбегіміз өте адал істеп отырмыз ғой. Бағасында шаба ма тоқталды? Біздер мына бинокльді тағы да бір сынақтан өткізбекшіміз. Енді бұны таңдау үшін 3 күн уақытымыз кетті. Сапалысын, бізге жақсын. Былай айтқанда заводтардан сататын адамдарлан барлығын аралап, барлығын көріп сөйттік. Қазір міне мынан қарама. Не деген көрініс мынау. Жазуда анық тұр, Тау қайда? Тау міне тұр екен ғой. Осындай тұнық кәдімгідей анық. Ал осы біздің еңбегіміз. Бұны мен өзімнің әкеме алғанмын саяхатшылыққа. Әдемі екен. Біздер бинокльдардың әлемнің екінші жеріне келіп тұрық. Мынау манағы жерден алып кеткен өзімізге арналған бинокль. Қазір осы жерге келіп тұрып, ең жақсы бинокльді берші деп сұрадық. Қазір бірге мынаны ұсынды, ең жақсысы деп. Бұл жерде мынандай бинокль жоқ екен. Енді қараңыздар, мынаны салыстырмалы түрде өзінің видінде қараңыздар, мынаны да қараңыздар. Екеуін өзіміздің көзімізбен көріп, барлығын қарап алып жатырмыз. Бірақ мынау да енді осы жердегі ең жақсысы, қымбаты деген салмақ бар, сыртының қаттылығы бар, көруі жақсы. Егер енді бәрібірде мынаған жетпейді, бірақ арзандау керек болып жатса, мынадан арзандау керек болып жатса, мына вариант бар. Қазір барлығын, міне осы жердегілердің барлығын қарап, көріп, қолымызбен ұстап, ана үлкен дегендері бар ғой, соларды ұстап қалсаң, жеп-жеңіл. Бір простой әншейін, бірақ виді керемет. Мыналар кәдімгідей бір несі сапасы өте жақсы. Қазір қолмен ұстап, көзбен көріп, қарап сөйтіп жатыр. Міне осы салыстырмалы түрде. Мынаның чехолы мынандай, мынаның көз жабатыны мынандай, ал мынаныкі мынандай, чехолы мынадай. Өздеріңіз қарай беріңіздер.